Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздерге түс жору жайлы видеомызды ұсынамыз. Бәріміз білетіндей қазір қасиетті айлардың бірі Зүлхиджа айы өтіп жатыр. Бұл айда мұсылмандар қажылық жасайтындығын білеміз. Енді осы жағдайды түсімізде көрсек қалай жорылады? Түс жорушы ғалымдар бұл түстерді қалай жорған? Соған тоқталайық. Жалпы түс жорушы ғалымдар түсіңізде қажылық рәсімін көрсеңіз, сіздің дінде тура жолды, ал өміріңізде адалдықты ұстанатындығыңыздың белгісі деген. Осы ұстаным арқылы ол адам Алланың мейірімі мен панасында болатындығын білдіреді деген. Нақтырақ айтсақ, түсіңізде қажылық немесе умра жасап жүрсеңіз, сіздің өміріңіздің ұзақ болатындығының сонымен қатар мәнді де сәнді болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде қажылыққа баруға дайындалып жатсаңыз, бұрын қажылыққа бармаған болсаңыз, Алланың қалауымен қажылыққа баратындығыңыздың белгісі. Сондай-ақ түсіңізде қажылыққа баруға дайындалып жатсаңыз, бірнеше мағынасы бар екен. Егер сіз ауырып жатсаңыз, ауруыңызға шипа табатындығыңыздың белгісі. Сондай-ақ қарызыңыз болса, қарызыңыздан құтылатындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде Меккеде жүрсеңіз, алайда қажылық рәсімдерін жасамай жүрсеңіз, сіздің жақында беделді адамға барып, өзіңізге тиесілі бір затты алатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде харам мешітінде отырғаныңызды көрсеңіз, жауларыңызды жеңіп, бақытты ғұмыр кешетіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде Мекке қаласында қайтыс болған адамдармен жүргеніңізді көрсеңіз, сіздің Алла жолында шахид болатындығыңызды білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписация бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.